Атырауда трансшекаралық өзенді қорғау және бірігіп пайдалану жөніндегі Қазақстан-Ресей комиссиясының отырысы өтуде. Жиын барысында екі ел үшін маңызды деген көктемгі су келу, су қоймаларын толтыру және халықты экономиканың әр саласын тіршілік көзімен қамтамасыз ету, сонымен қатар су қорғау шараларын ұйымдастыру және трансшекаралық өзендердің жағдайын жақсарту секілді мәселелер талқылануда. Атырау облыстарының аумағынан трансшекаралық екі өзен ағып өтеді. Олар Жайық пен Қиғаш. Жайықтың ұзындығы 2400 шақырым, бастауын Башқұртстаннан алатын Жайық өзені еліміздің Батыс Қазақстан және Атырау облыстарының территориясын кесіп өтеді. Қазір көршілес екі мемлекет үшін де маңызды мәселе шекаралық Жайық өзені бассейнін қорғау және тиімді пайдалану. Сонымен қатар өзен бойының экологиясын сақтау. Әсіресе бұл жағдайлар алдағы уақытта қашаған кен орнында мұнай игеріле бастаған кезде өткір мәселе болмақ. Отношение к рекам испокон веков, оно, скажем, бережное. Біз өзеннің жағдайына бағыз заманнан бері көңіл бөліп, қорғау шараларын жүзеге асырудамыз. Бірақ оған қарамастан қазір Жайық суының азайып, өзен арнасының кішірейіп бара жатқандығын көріп отырмыз. Осының әсерінен бекіре тұқымдас балықтарды жоғалттық. Қазір өзеннің жағдайы қиын, екі елдің бірлесіп шешім қабылдауын қажет етіп тұр. Бұл мәселе екі ел президенттерінің кездесуінде де бірнеше мәрте көтерілді. Мұнымен қоса Қиғаш өзенінің де экологиялық жағдайы жақсартуды қажет етеді. Біз Қиғаш өзенінен де су алып, балық аулаймыз, ауыл шаруашылығын дамытуға пайдаланамыз. Комиссия отырысында көктемгі су келу, су қоймаларын толтыру және халық пен экономиканың әр саласын тіршілік көзімен қамтамасыз ету мәселелерін шешуге арналған жұмыс тобының есебі тыңдалды. Бұған дейін өткізілген екі ел арасындағы бірлескен комиссия отырысында айтылған тапсырмалар уақытылы орындалуда. Жайық өзеніндегі биылғы көктемгі су тасқыны Қазақстан территориясында 10 сәуір мен 31 мамыр аралығында өткен. Бірақ келген су мөлшері аз, әсіресе балық шаруашылығын дамытып, бекіре тұқымдас балықтарды көбейтуге жеткіліксіз. 2008 года идет у нас период маловодных. Жалпы бізде 2008 жылдан бергі кезеңде су аз, соның әсерінен су шаруашылығы мен экономикалық жағдай күрт төмен. Соңғы 4-5 жылда шабындықтарға су бармайды, соның салдарынан ағаштар мен шалғындар қурап жатыр. Бірақ өздеріңіз білетіндей 90 жылдармен салыстырғанда суды жинау 2 есеге дейін азайды. Су коммуналдық, тұрмыстық, өндірістік қажеттіліктер үшін жеткілікті. Бірақ экологиялық жағдайлар мен балық шаруашылығын дамытуға тапшылық етеді. Әсіресе бұл жағдай көктем мезгілінде су аз келгенде байқалады. Алайда біз жұмыс тобы бұл мәселені шеше алмаймыз. Ресей Федерациясы өкілінің мәліметінше, Жайық өзенінің экологиялық жағдайын сақтау мәселелері енді жақын уақытта шешімін табады. Қазір қажетті келісім дайындалуда. Екі ел президенттеріне жеткен мәселе шешімін таба бастады. Сыртқы істер министрліктеріне тапсырма берілді. Қазір Жайық өзенін тиімді пайдалану жөніндегі үкіметаралық жоба дайындалу үстінде. Жайық өзенінің жағдайына қатысты мәселелер өз деңгейінде қаралып жатыр. Шешімін табады деп ойлаймын. Елімізде жасыл экономикаға көшу туралы концепция қабылданғандығы белгілі. Концепцияның ең маңызды секторының бірі су ресурстарын қорғау мен басқару. Қазақстан үшін жасыл экономика дегеніміз табиғат ресурстарын тиімді пайдалану және экологияны ластаудан сақтап, керісінше өмір сүру сапасын жақсарту. Айымгүл Хайруллина, Ляззат Өтепова, Артур Ботпанов, жаңалықтар қызметі.